Сәлем достар, сіздермен Әсел. Бүгін ерекше әрі әсем көрінетін шабдалы печеньесін дайындаймыз. Шабдалдан аумай қалғандай сүйкімді. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші шабдалыны жақсылап жуып тазалап аламыз. Оны бірнеше бөліктерге бөліп темір ыдысқа саламыз. Газды жағып, шабдалының үстіне құмшекер мен суды қосып араластырамыз. 5-10 минуттай қайнауы керек. Суы мен шабдалыны бөліп, оны еземіз. Газды қайта қосып, езілген жемісті бір қайнатып аламыз. Бөлек ыдысқа бөлме температурасындағы майды саламыз. Оның үстіне қант ұнтағын қосып араластырамыз. 2 жұмыртқа мен лимон шырынын қосамыз. Барлығы бөлме температурасында болған жөн. Онды електен өткізіп саламыз. Барлығын күрекшемен араластырып, бір қалыпқа келтіріп аламыз. Қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз. Әрқайсысы 20 граммнан болуы қажет. Егер сізде таразы болмаса, шай қасықтап пайдалансаңыз болады. Оларды дөңгелетіп, табаға біртіндеп саламыз. 170 градуста 15 минутта пісіреміз. Біздің печеньелер қатты қызарып кетпегені абзал. Печеньенің ортасын пышақ арқылы алып тастаймыз. Печеньеге шабдалы мен мьотты қосып араластырамыз. Оларды дайындап кесілген жерге салып шығып, бір-бірімен біріктіріп шығамыз. Шабдалы шырынына қызыл бояуды қосып өң береміз. Печеньенің әр бетін малып шығамыз. Ол қызғылт түс болуы қажет. Оларды құмшекерге батырамыз. Шабдалы печеньесіне ұқсау үшін мен жапырақпен әсемдеп қойдым. Біздің шабдалы печеньесі дайын. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Қолдау көрсетіп, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Сау болыңыздар.